Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 2-ші сыныптың 4-ші сабағын өтетін боламыз. 4-ші сабақ 2 таңбалы сандардың графикалық моделі дейді. Сен 2 таңбалы сандардың графикалық модельдері туралы үйренесің дейді. Бірінші тапсырма: суретке қара. Берілген цифрларды пайдаланып 10 мен 20 сандарының арасындағы 2 таңбалы сандар тізбегін жаз дейді. Міне бізде балалар суретте қаншама сандар берілген. Енді содан 10 мен 20 сандарының арасындағы 2 таңбалы сандар тізбегін жазамыз. Қараңдар балалар, бір берілген, я? 12, 13, 14, 15, міне. 1, 5, 1, 6, яғни 16, 17, 18, 19. Яғни 10 мен 20-ның аралығындағы сандарды теріп жаздық, тізбек қылып жаздық, я балалар? Жарайсыңдар. Екінші зерттеу дейді. 2 таңбалы сандардың графикалық модельдеріне қара дейді. Төртбұрышты мен дөңгелек ондықтар саны, ал күлгін түсті шаршы мен дөңгелек бірліктер саны екен балалар. Ал енді қараймыз. Бірінші А тапсырмасына қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екен. Бізде бұл ондықты білдіреді екен. Келесі күлгін түсті шаршы 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 75 екен. Келесі жасыл дөңгелек ондықтарды білдіреді. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ондық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бірлік. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2. 2. Енді әр графикалық модельге сәйкес келетін 2 таңбалы санды жаз. Біз жазып шықтық, я балалар, міне. Келесі осы сандарды разрядты қосылғыштар қосындысы түрінде жаз дейді. Разрядты қосылғыштар түрінде балалар жазамыз. 70 қосылған 5, 50 қосылған 7, 60 қосылған 2. Түсінікті ме балалар? Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырмаларды орында дейді. 34 санын әр түсті дөңгелектер түрінде модельдеп көрсет дейді. Яғни балалар 34 санын біз қалай модельдеп көрсетеді екенбіз? Үшінші тапсырма 34 саны. Енді үш бұрыш істейік. 1, 2, 3. Бұл үш бұрыш бізде ондықты білдіреді. Келесі шаршы бізде бірлікті білдіреді. 2, 3, 4. Яғни 34 болды. Келесі 47 санын әр түсті шаршылардан. Балалар, кешіріңдер, мына жерде дөңгелектен депті. Әр түсті дөңгелектер түрінде модельде депті. Яғни бұл жерде мен бұлай емес, дөңгелекпен 1, 2, 3 және 1, 2, 3, 4. Сендер балалар дәптерге жазған кезде мынаны басқа түспен, мынаны басқа түспен белгілеп жазасыңдар, жарай ма? Келесі 47 санын әр түсті шаршылармен көрсет дейді. Әр түсті шаршылармен болса балалар 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 осылай істейсіңдер. Бірақ жаңағыдай аласыңдар балалар. Мынаны басқа түспен, мынаны басқа түспен істейсіңдер, жарай ма? Жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударамыз балалар. 4-ші тапсырма: теңдеулерді тап дейді, оларды шеш дейді. Ал балалар, теңдеу қайсы екен? Табайық. Бізде теңдеу мынау, я, біріншісі. Екіншісі 10 азайтылған x тең 8. Келесі теңдеу 10 азайтылған 3. Ой, жоқ, бұл теңдеу емес қой. Кешіріңдер балалар. Мынау, я, белгісіз саны бар, ол бізде теңдеу болады. X азайтылған 8 тең 10. Енді шығарайық. X тең 10 азайтылған 8. X тең 2, яғни 10 азайтылған 2 тең 8. Сонда балалар 8 тең 8 болады екен. X тең 10 азайтылған 8. Қосылған 8. X тең 18. 18 азайтылған 8 тең болады 10. Сонда 10 тең болады 10.
Келесі сандарды разрядты қосылғыштар қосындысы түрінде жаз дейді балалар. Ал енді жазайық. 5-ші тапсырма, иә? 30 саны. Разрядты қосылғыш түрінде 30 қосылған 0 болады екен. 27 саны. 20 қосылған 7. 59 саны. 50 қосылған 9. 93 саны. 90 қосылған 3. Осылай разрядты қосылғыш түрінде жаздық. Келесі балалар. 6-ші тапсырма. 42 санының ондықтар разрядындағы цифрдың мәнін бірге арттыр. Бірлікті разрядта цифрдың мәнін бірге кеміт дейді. Қандай сан шықты дейді. Яғни 42. Осы санды балалар ондықтар разрядындағы цифр, яғни 4-ті бірге арттырамыз. Яғни 4-ке 1-ді қосамыз 5. Бірліктер разрядындағы мәнін бірге кеміт. 2-ні бірге кемітеміз. Яғни 2-ден 1-ді азайтамыз. Сонда балалар 1. Сонда шыққан сан бізде 51 болды. Түсінікті ме балалар? Келесі есепті шығар дейді. 7-ші есеп. Балалар жұмбақ жасырып ойнады. Бірінші топ 19 жұмбақ. Ал екінші топ одан 7 жұмбақ кем жасырды дейді. Екінші топ қанша жұмбақ жасырды дейді. Яғни шарты, есептің шарты. Бірінші топ 19, екінші топ одан 7 жұмбақ кем. Надан 7 жұмбақ кем. Енді шешуі 19-дан азайтамыз 7-ні, сонда болады 12. Жауабы екінші топ 12 жұмбақ жасырды. Түсінікті ме балалар? Келесі 8-ші тапсырма дейді. Дәптердің тор көздерін пайдаланып 26 санның әртүрлі графикалық модельдерін сал. Осы санның көршілерін разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Балалар, сендер өздеріңіз тор көзді пайдаланып әртүрлі графикалық түрде, немесе дөңгелек, немесе шаршы түрінде жаңа графикалық моделін жазасыңдар. Сызасыңдар дәптертеріңе, жарай ма? Осы санның көршілерін разрядты қосылғыштар түрінде жаз. Осы санның көршісі қандай балалар? Осы санның көршісі 25 және 27. Осыны разрядты қосылғыш түрінде жазамыз. 5 қосылған 5 және 20 қосылған 7. Түсінікті ме балалар? Келесі бізде 9-шы тапсырма кел ойнайық дейді. Пойыз құрастыр ойыны дейді. Ал пойызды құрастырамыз балалар. 17 міне беріліп қойған екен үлгі бойынша. Келесі 15 дейді. 15 қайсы болады екен балалар? Қараймыз. Балалар, міне 6 қосылған 4 қосылған 5 бізде 15 болады, иә? Енді бірінші үлгі көрсетіліп қойған, екіншісінен бастап жазамыз. Яғни 15 дегеніміз тең болады. Міне мынау пойызды біріктіреміз. 6 қосылған 4 қосылған 5. Келесі 13. 13 қайсы болады екен? Міне мынау болады. 1 қосылған 9 қосылған 3. 1 қосылған 9 10 болады. 13 қоссаң 13 болады. Келесі 16-ны көрейік. 16 тең болады. Так, мынау кетіп қалды, иә, мына жерде 15, 16 болады. 1 қосылған 7, қосылған 8. 8, 8, 16 болады. Келесі 12. 12 бізде міне 9 қосылған 1, қосылған 2. 12 болады. Келесі 14 балалар бізде міне 1 қосылған 4, қосылған 9. Пойыз құрастырылды балалар. Сабақ сендерге түсінікті болды ма? Сабақ сендерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.